Қойшыбек Мүбәрак, ақ көйлекті қыз. Екінші бөлім. Бір есептен мына бейкүнә сәби арқылы бет ашылғанда дұрыс болыпты. Ересек адам болғанда тіптен құтыла алмас еді. Таң атсын. Оғанға дейін үйдің алдындағы алаңқайға от жағыңдар. Әдеп бақсының бұйрығымен атам сыртқа шығып кетті. Қорықпа балам, сен деген үлкен батыр болдың, деді бақсы шалмаған. Сыртқа үш жерден от жағылды. Қарағайдың қу бұтақтары шатыр-шұтыр етіп маздап жанып жатыр. Мені елден ерек сол үш жақтан жанған оттың ортасына отырғызып қойған. Әдеп бақсы қолына лапылдап жанған қарағайдың үлкен бұтасын алып, ортан белінен аузына тістеді де үйді айнала жүгірді. Ана жақта атам бір қолында сарала қамшы, бір қолында көк тікені бар жер сабалап жүр. Бір заманда атам атқа мініп, әдеп бақсы аузына қып-қызыл шоқ бүркіп Ерменсайға қарай жөнелді. Әдеп бақсы жаяу жүгіріп барады. Атам Есен ағамның күрең төбелін борбайлап әзер еріп бара жатыр. Таң ата арсы-күрсі болып екеуі де жетті. Енді көк бұқан алып жүріңдер деді. Апамның сандығының түбіндегі сақинаны менің сол қолыма ұстатты да мені де өздерімен бірге алып алды. Сақина алақанымды қарып күйдіріп барады. Алақаныңда шошы болма, деді атам мен әдеп бақсы. Ерменсайға жеттік. Бұлақтың басына келіп, көк бұқаны жықты да, әдеп бақсы бұлақты айнала жүгіріп, бірдемелер оқып, бұлақтың суына бұқаны бауыздап жіберді. Бұқаның орылған тамағынан атқақтаған қан бұлақ суын қып-қызыл қанға боянды. Бір заманда бұлақтың түбінен шыңғырып, шашы жалбыраған, алба-жұлба киімді, саусақтарының тырнақтары жерге сүйретілген кемпір шыға келді. Менің жүрегім аузыма тығылды. Алақанымдағы сақина тіптен өртеп барады. Ата, қолым, деймін шырқырап. Балам, аз шыда, деді атам маңдайымнан иіскелеп. Судан шыққан кемпір мен әдеп бақсы арбақ-құрбақ алыса кетті. Енді анатайдан шырқырап кешегі мен көрген қыз келе жатыр. Атам қойыннан әлдебір нәрсені алып көрсетіп еді, анау бажылдап анадай жерге қашып кетті. Шамасы сүт пісірімдей уақыт өтті-ау деймін. Бір заманда әдеп бақсы кемпірді астына басып буындырып жатыр екен. Кемпір тұншығып қыр-қыр етеді. Әдеп бақсы күшейіп кеткен сықылды. Кемпір енді ышқын бастады да басы кішірейе берді. Әдеп бақсының уысында кемпірдің басы мен мойыны саусақтың жуандығындай ғана болып кішірейіп кетті. Сол кезде атам маған анда қолындағы сақинаны кемпірдің басына кигіз деді. Мен айтқанын орындадым. Сақина басына киілген кемпір аласұра тулап барып отқа айналып жанып кетті. Манадан бері анадайда бажылдап жүрген қыз енді шырқырап жалға қарай тұра жүгірді. Менің қызға жаным ашып кетті. Көзімнен бір тамшы жас та тамып кетіп еді. Әдеп бақсы көріп қойыпты. Алданба оған. Ол өтірік елес. Ары қарай не айтқанын білмеймін. Содан үйге қайттық. Сол жолы ойға түскеннен кейін Есен ағам барысқаның қарындасына үйленді. Масқарасы сол. Жаңа түскен келіннің барлық жасауын біреу таң атқанша қайшылап қиып тастапты. Ел оны сансаққа жүгіртті. Менің ойымда екі шалдың енді тірі жанға қастық жасай алмайды. Тек затына ғана зәбір тигізер дегені оралды. Одан кейін де біраз уақыт өтті. Мен де ер жеттім. Сол туралы ойласам, кейде денем түршігіп кетеді. Бірақ сол қыздың бейнесі көз алдымнан бір кетпейді. Бұл жайында қаладағы достарыма айтып берсем, барлығы мені келе кетеді. Мына заманда сондай ертегіге кісі сене ме деп. Қаладағы қаптаған қалың адамның ішінен сол қызға кейде біреулер қатты ұқсап кетеді. Ақ көйлекті қыздарды көрсем болды, әрдайым тұла бойымнан бір ыстық ағын тулай жөнеледі. Ауылға келгенде, әсіресе Есен ағамның үйінде болғанда сол ақ қызды сағынамын. Уақыт өте өзім де ол да ұмыт бола бастаған іспетті. Көз алдымда тек сол әппақ көйлекті қыз мені күтуге уағда бергені. Қате болды ма, дұрыс па білмеймін, мен оны сатып кеттім. Тентек қара, шай ала бер, мен тамақ салып жіберейін, деп жеңгем сыртқа қарай шыға жөнелді. Ізінше есік сықыр етіп ашылып, қолындағы
жарқылдаған қайшысын сарт-сарт еткізіп қайшылап, баяғы аппақ көйлектегі қыз кіріп келе жатты. Соңы